қалай есептейміз? Алдымен ортақ бөлікке келтірейік. Бірінші жақша 2024-ті 2024-ке көбейтеміз. Екінші жақшада 1-ге 2024-ті көбейтейік. Көбейткен кезде мына жерде 2024-ті 2024-ке көбейтпей квадраты деп жаза тұрамыз. Азайту 1 бөлімінде 2024 бөлу екінші жақшада 2024 азайту 1. Пока азайтпаймыз, тұра тұрсын. 2024 асықпаймыз. Мынау бірінші бөлшегімізде мынау 1, ол 1-дің квадраты деп жазуға болады. Сонда а квадрат минус б квадрат формуласын қолданамыз. 2024 азайту 1. Екінші жақшада 2024 қосу 1. Бөлім өзгермейді, 2024. Көбейтуге айналдырып алайық. Көбейткен кезде мына бөлшегімізді аударып жазамыз 2024, ал бөлімінде 2024 азайту 1. 2024 азайту 1 мен мынау қысқарады. 2024-терде қысқарып, 2024 қосу 1 қалады. Яғни жауабы 2025.